Биыл үлкен 20-лық көшбасшылар саммиті 9-10 қыркүйек аралығында Үндістанның Нью-Дели қаласында өтіп жатыр. Біз өз бейнемізде саммитке қатысты барлық қызықты ақпараттарды жинастырдық. Ең алдымен үлкен 20-лық дегеніміз не? Group of 20, я болмаса Great 20. Ресми түрде қаржы нарықтары мен дүниежүзілік экономика саммиті ретінде белгілі үлкен 20-лық жыл сайын әлемнің ең ықпалды 20 экономикасының өкілдерін жинайтын маңызды жиын болып табылады. Үлкен 20-лық қашан құрылды? 1999 жылы 25 қыркүйекте үлкен сегіздіктің қаржы министрліктерінің Вашингтон кездесуінде әлем қауымдастығы үшін маңызды елдерден тұратын үлкен 20 тобын құру туралы шешім қабылданған. Үлкен 20-ға қандай елдер кіреді? ақш, Германия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Қытай, Индонезия, Франция, Оңтүстік Африка, Корея, Үндістан, Ұлыбритания, Жапония, Канада, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, Түркия және 20-шы мүше ол Еуропалық одақ. Аталған елдерден басқа бұл саммитке ылғи да келесі халықаралық ұйымдар қатысады. Олар Біріккен ұлттар ұйымы, Халықаралық валюта қоры, Дүниежүзілік сауда ұйымы, Дүниежүзілік банк, Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы және Халықаралық еңбек ұйымы. Биылғы саммиттің басты тақырыптарының бірі Оңтүстік Африка одағының осы саммитке тұрақты мүшелік мәселесі. Үлкен 20-лық неліктен маңызды? Үлкен 20-лыққа кіретін елдер әлемдік жалпы өнімнің 85%-ін құрайды. Жер шары халқының 66%-ын құрайды. Халықаралық сауданың 75% үлесін құрайды. Бұлар халықаралық инвестицияның 80%-ын құрайды. Бұл ұйым біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Үлкен 20-лықтың қабылдаған шешімдері біздің күнделікті өмірімізге, білім жүйесіне, қолданылатын технологияларға дейін өз ықпалын тигізеді. Үлкен 20-лық шешімді қалай қабылдайды? Әрбір мүше ел өз пікірін білдіреді, сәйкесінше саммиттің соңында елдердің көзқарастары ескеріліп, ортақ декларация жарияланады. Үлкен 20-лықтың шешіміне бағынбаған елдерге санкциялар бар ма? Жауап жоқ. Үлкен 20-лық қалай жұмыс істейді? Оның тұрақты жұмыс істейтін ұйымдары жоқ, ағымдағы және болашақ төрағалық мәселесі саммиттің тақырыптары мен спикерлерін айқындайды. Түркияның үлкен 20-лыққа көзқарасы қандай? Үлкен 20 жаһандық экономикалық ынтымақтастық пен ықпалдастық тұрғысынан Түркия үшін маңызды платформа болып табылады. Нью-Делиде өтетін үлкен 20 саммитінде қандай тақырыптар қозғалады? 2023 жылғы саммиттің күн тәртібіндегі ең маңызды екі мәселе: біріншісі Африка одағының үлкен 20-ға мүше болу-болмауы, екінші мәселе Ресей мен Украина соғысы. Саммиттің күн тәртібіндегі басқа да мәселелер: жасыл даму, климат мәселелерін қаржыландыру, үдемелі инклюзивті тұрақты өсу, тұрақты даму мақсаттары бойынша ілгерілеуді жеделдету, технологиялық трансформация және цифрлық қоғамдық инфрақұрылым, көп жақты институттарды қалыптастыру мен әйелдер басқаратын қоғамды дамыту. 18-ші үлкен 20-лық саммитінің 2023 жылға арналған лозунгы «Бір жер, бір отбасы, бір болашақ». Саммит басталғанға дейін Үндістанға қатысты бұқаралық ақпарат құралдарында тараған әлем назарын аударған екі үлкен мәселені айта кетсек, олардың біріншісі Үндістанның ұшқышсыз Чандраян-3 ғарыш кемесі айдың оңтүстік полюсіне сәтті қонған болатын. Осылайша Үндістан айдың оңтүстік полюсіне қонған алғашқы мемлекет атанды. Үндістандық ғарыш зерттеулер ұйымы 14 шілдеде Андхра-Прадеш штатының оңтүстігіндегі негізгі ғарыш базасынан Чандраян-3 деп аталатын ғарыш кемесі бар зымыранды ұшырған және бұл процесті бүкіл әлем тікелей трансляциядан көріп отырды. Чандраян-3 деп аталатын ғарыш кемесі айдың оңтүстік полюсіне қонған алғашқы ғарыш кемесі болды. Бұл ғарыш агенттіктері мен жеке ғарыш компаниялар үшін ерекше маңызды, себебі бұл жерде ғарыш станциясын құруға көмектесетін мұз массалары зерттеледі. Ал тура осыдан 2 апта бұрын Ресей Федерациясы тура осындай миссиямен ұшқан ғарыш кемесін айға жетпей жоғалтып алғанында айта кетейік. Ал екінші мәселе ол Үндістанның атауы өзгере ме деген сұрақ. Тура саммит басталардың алдында Үндістанда елдің атауын өзгертуге байланысты пікірталастар жүріп жатты. Ағылшын тілінде Үндістан деп аталатын елдің атауы Бхарат болып өзгереді деп мәлімдеді. 9-10 қыркүйекте өтетін үлкен 20-лық саммитіне берілетін түскі асқа шақырту қағазында бұл атау дау туғызды. Ағылшын тілінде жіберілген шақыруда Үндістанның атауы орнына Бхарат деген атау қолданылған.
Шын мәнінде Бхарат Үндістанның конституциясында айтылған есімдердің бірі. Соңғы жылдары Нарендра Моди үкіметі ел мәдениетінен британдық отарлау кезеңінің іздерін алып тастағысы келетінін бәріміз білеміз. Қазір ғана шалып құлаудан аман қалған Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавров, оны күтіп алған Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди. Нарендра Моди елде британдық отарлау кезеңіндегі көптеген жолдар мен көше атауларын өзгертіп, өзінің сөздерінде Бхарат атауын кеңінен жиі қолданады. Алайда ел атауының өзгеретіні немесе өзгермейтіні туралы нақты мәлімет жоқ. Нью-Делиде осы демалыс күндері G20 көшбасшылар саммиті аясында әлемнің ең ірі 20 экономикасының көшбасшылары бас қосуда. Ал осы саммитке дайындық, оның қауіпсіздік шаралары өте қарқынды түрде атқарылды. Саммит кезінде 150 мыңға жуық полиция қызметкері мен сарбаздар кезекшілікте болды. Ұшқышсыз ұшу аппараттары мен әскери ұшақтарды әуеден қолдау көрсетіп жүр. Ал қаладағы өмір іс жүзінде тоқтап қалғандай. Нью-Делидің барлық банктері, мекемелері, мектеп, мемлекеттік кеңселер, кәсіпорындар барлығы 3 күнге жабылды. Аталған саммитке Түркия Республикасының атынан Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған қатысады. Бұл саммитте биыл Ресей президенті Владимир Путин мен Қытай президенті Си Цзиньпин саммитке қатыспайтын болды. Қытай атынан Си Цзиньпиннің орнына премьер-министр Ли Чан, ал Владимир Путиннің орнына Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров өкілдік етеді. Кейбір сарапшылар Си Цзиньпиннің саммитке қатыспауын Бейжің әкімшілігінің батысқа қырын көрсетуі деп түсіндіреді. Себебі Қытай басшысы G20 саммитіне алғаш рет қатыспай отыр. Өткен жылы Индонезияның Бали қаласында өткен саммитке қатыспаған Путиннің биылда саммитке келмеуі ешкімді таңғалдырған жоқ. Биылғы саммиттің күн тәртібіндегі басты мәселе тұрақты даму. Украинада маңызды тақырыптардың бірі болады деп күтілуде. Осы саммит шеңберінде Режеп Тайып Ердоған астық дәлізі мәселесін көтереді деп күтілуде. Сонымен қатар Режеп Тайып Ердоған бірқатар ел басшыларымен екі жақты кездесулер өткізеді. Бұл саммитте Режеп Тайып Ердоған өзінің жұбайы Эмине Ердоғанмен бірге және Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан, қазына және қаржы министрі Мехмет Шимшек, ұлттық қауіпсіздік министрі Ибрагим Калын және президенттік коммуникациялар директоры Фахриддин Алтун, президенттің кеңесшісі сияқты бірқатар шенеунікпен бірге жүр. Бір әлем, бір отбасы, бір болашақ тақырыбымен өтетін саммитте Режеп Тайып Ердоған климаттық өзгерулерге қатысты да баяндама жасайды. Түркияның осы саладағы климаттың өзгеруіне байланысты қадамдарын баяндап береді. Бұл сапарда Эмине Ердоған әдеттегідей барған елінің мәдени мұрасымен танысып жүр. Сонымен қатар әйелдерді қолдау, әйелдерге көмек көрсету, әйелдер кәсіпкерлігі орталықтарына да барды. Өзінің ресми әлеуметтік парақшасында осындай бейнебаянын бөлісті. Саммит аясында Режеп Тайып Ердоған Еуроодақ кеңесінің төрағасы Чарльз Мишельмен, ханзада Сальманмен кездесті және Мысырдың президенті Абдель Фаттах аль-Сисимен Германияның канцлері Олаф Шольцті қабылдады. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті Мухаммед бин Заид аль-Нахаян мен Бразилияның президенті Лула да Сильва мен Оңтүстік Кореяның президенті Юн Сук Йолмен де кездесу өткізді. Қазір көріп отқандарыңыз Британияның премьер-министрі Риши Сунак. Ұлты үнді. Ол премьер-министр болғанда Индия халқы сұмдық тойлаған болатын. Қазірде өте жылы амандасу байқадыңыздар.
Саммиттің екінші күні Нью-Делиге келген барлық көшбасшылар Гандидің мавзолейіне тағзым етуге келді. Саммит соңында дәстүр бойынша төрағалық балғаны, я болмаса сот балғасы дейді. Соны Бразилияның президентіне Индияның президенті табыс етуде, себебі келесі жылы төрағалықты Бразилия елі атқаратын болды.